Мен Назаров Бақтияр, лақап атым Бақти Маратович. 91 жылы Нүкіс қаласында туылғанмын. Бізде руажланбаған заттарды кітте қозғап көргім келді, қолдан келгенше. Қареген. Рэп бізде де бар екен. Ол мында алдыңда тұр, har түрлі адамдар бар екен. Біреулердің іштері тар екен. Қайталап айтайын онда. Қареген. Өйткені біздерде рамка деген зат болады да, мысалы. Сөздердің полный откровенный жаза алмаймын мен бәрібір. Өйткені соперник болмаса өспейді да ол халық. Мен өтірік қосып шақсақ, мен мақтай берсек те оны мысалы. Ондай болып отырам ғой. Білесеңе концерт болады біздерде. Концерт болса, сол баяғы қосық, сол баяғы не, сол баяғы костюм, сол баяғы сахна ғой. Дұрыс па? Өзгеріс жоқ қой мысалы. Станиславскийдің бір айтқан гәбі бар екенді жақында естідім да, ол дұрыс айтылғанда. Зрительдің қалеген затын бермең деп жатыр да. Сіз қалеген затты зритель тарту керек деп жатыр ғой. Мана қоңсыма жағаман или бір-екі ағайлерге жағаман деп тұрып мен ондай десе болмайды да ол. Сөзден перевод қылсаң мына американский рэплерде. Ол жақта анандай зат жоқ. Мысалы біздерде мәнс, біздерде тек сұрайды мәнс деп. Ол жақта качество сұрайды да. Мынау болса болды. Мынандай бит қатып тұрса болды да мысалы, анау Мақсут Өтеміратікінде мәнс бол, менікінде де болу керек та ол мәнс. Әммеде бірдей болу керек та мәнс. Түсіндің ба? Енді ол уақытта уже ақша чуть-чуть. Өйткені сен алмайсаң ақша, мен алмаймын ақша, көмекпенен шығарса болады. Именно рэпте сондай у жақта. Именно у жақта даталы қызығады хип-хопқа. Ал мен бұл жерде бір өзіммен, алло, ертең трек бар еді, ертең клип алып жіберейік десе, аға мен ертең бос емес едім да, аргілі бір ойласақ та, оның ойласыға 100 мәрте болады оның ойласыға. Мына страшный зор қосық шығарып жібересің ғой, одан кейінгісі одан зор болмаса пайдасы жоқ та. Соманда сөнесең да. Өйткені оған натуре ол өз емес қой ол жерде, негізі оманда саундмейкер ол жерде істеген да оны кәдімгідей. Мингсон берің акажолдардың музыкасынан жаңа істейді ғой бір. Тез оларға 15 секундтың ішінде тез ақылды габайтып, сондай тұстау керек қазір. Уақыты вообще тығыз әмме өтірік баса баста қазір. Алдына шыққанда жұмысымен жүріп ем дей береді ғой. Осы үйіне қайтып барып, үйге барып қақа барамыз басқа.